Қайырлы күн, оқушылар. Менің аты жөнім Алдамжарова Жаңагүл Әбжәмиқызы. Информатика пәнінің мұғалімімін. Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жобаның презентациясы. Сабақтың мақсаты жобаның жасау жолдарын үйрену, ортақ қолжетімді бумаларды құру, құжатқа құпия сөз орнату. Балалар, жоба дегеніміз не? Бұл сұраққа барлығымызда жақсы жауап берді деген ойдамын. Олай болса, жоба белгілі бір тақырыпқа зерттеу жүргізіп, нақты бір практикалық нәтижемен аяқталатын іс-әрекет. Жобаның нәтижесі көпшілік алдында таныстырылады және қорғалады. Жобаның бірнеше түрі бар екен. Практикалық жоба нақты мәселелерді шешуге бағытталған. Мысалы, телефон анықтамалығын жасау практикалық жобасында нақты нәтиже телефон анықтамасын беретін программа жасау. Зерттеу жобасы таңдалған тақырыптың өзектілігін анықтап, идея ұсыну және алынған нәтижелерді талқылау. Мысалы, сенімді парольді қалай құру керек жобасында түрлі парольдер жасау жолдарын зерттеу. Ақпараттық жоба белгілі бір объект немесе программа жайлы ақпаратты жинауға бағытталған. Мысалы, компьютерде бірлескен жұмыстарды орындау туралы ақпаратты жинап, көпшілікке таныстыру. Шығармашылық жоба информатика пәніне арналған кештер, топ серуендер, фотоколлаждар жасау сияқты жобаларды қамтиды. Мысалы, менің сүйікті кейіпкерім тақырыбында фотоколлаж жасау. Назар аударыңыз. Жоба қорғау кезінде мынаған назар аудару керек. Таңдаған тақырыбыңызбен таныстырыңыз. Мақсат пен міндеттеріңізді айқындап беріңіз. Пайдаланған құралдарыңызды атаңыз. Тақырып бойынша қысқаша шолу жасаңыз. Жобаны орындауда пайда болған ойыңды ортаға салыңыз. Жоба барысында үйренген жаңа білім мен дағды жайлы әңгімелеңіз. Жоба қорытындысымен таныстырыңыз. Тыңдаушылардың пікірі мен бағасын тыңдап, қабылдай біліңіз. Жобаның сәтті шығу үшін оның қалай бағаланатынын біліңіз. Өзекті тақырып таңдаңыз. Тақырыпты аша біліңіз. Көкейтесті мәселені ұсыныңыз. Қорғау кезінде шешендік өнеріңізді ұштаңыз. Топ алдында өзіңізді ұстауды үйреніңіз. Техникалық құралдар мен көрнекіліктерді қолданыңыз. Қойылған сұрақтарға дұрыс әрі нақты жауап беріңіз. Жобаны әзірлеу кезеңінде және дайын болғанда интернеттен алынған материалдарыңызға сілтеме жасап қойыңыз. Афоризм, даналық және нақыл сөздерді қолдансаңыз, автордың атын жазуды ұмытпаңыз. Қолданылған әдебиеттің атауын, авторын, шыққан баспасы мен жылын жазып қойыңыз. Дайын болған жобаңызды өз атыңыздан интернетке жүктеп, автор ретінде өзіңіздің аты жөніңізді толық жазып қойыңыз. Мысал келтірейік. Жобаның тақырыбы Scratch программалы ортасының мүмкіндіктері. Жобаны құрудың мақсаты Scratch программалы ортасының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, өз шығармашылық жұмыстарын ұсыну. Жобаның тапсырмасы: бірінші, Scratch программалы ортасы туралы мәлімет беріңіздер. Екінші, программада өздеріңіздің жобаларыңызды жазыңыздар. Үшінші, Scratch программалы ортасының артықшылықтарын анықтаңыздар. Төртінші, Scratch программасында жасалған дайын жобаларыңызды интернет арқылы Scratch қауымдастығына scratch.meet.edu сайтында жариялаңыздар. Жоба жасау кезеңдері: жұмыс мазмұны және не істеу керек деп екі бағанға бөлуге болады. Бірінші, жобаның тақырыбы мен мақсатын анықтау, таңдалған тақырыпты мұғаліммен талқылау, қажет болса қосымша ақпарат алу. Екінші, ақпарат көздерін табу, оларды жинақтау, түрлі ақпарат көздерін анықтау. Үшінші, ақпараттарды талдау, қорытындыларды тұжырымдау, алынған нәтижелерді талдау. Төртінші, нәтижелерді ұсыну,
жасалған жұмыс, жоба туралы есеп беру, қорғау. 5. Рефлексия, ұжымдық талқылау мен өзін-өзі бағалау арқылы бағалауға қатысу. Балалар, біз өткен сабақтарымызда Scratch бағдарламасында түрлі анимациялар жасаған болатынбыз. Сол жасаған жұмыстарымыздың 3 жобасын алып, 5 сынып папкасын құрып, соған жалпыға қолжетімді бума құрайық. Ол үшін жұмыс үстелінде жаңадан буманы құрамыз, яғни мышканың оң жақ батырмасын басып, создать командасын және папку командасын таңдаймыз да 5 сынып деп жаздық. Папкамыз дайын болды. Бұның үші бос, әрине. Анимация папкасындегі өткен жолы жасаған бастапқы 3 жұмысымызды белгілеп алып, ерекшелеп алып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, копировать командасын орындаймыз. Және 5 сынып бумасына апарып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, ставить командасын орындаймыз. Яғни біздің аквариум, ана туралы жыр, биші қыз деген 3 жобамыз салынды. Осы 5 сынып бумасын жалпыға қолжетімді ету үшін тышқанның папканы таңдап алып, ерекшелеп алып, мышканың оң жақ батырмасына барып, свойства, яғни қасиеттер терезесін басамыз. Оның ішінде доступ командасын орындап, общий доступ командасын таңдап, все деп жазып, общий добавить дейміз. Одан кейін общий доступқа береміз. Одан кейін готово командасын басамыз. Келесі, яғни мына жерде жалпы ресурсқа қолжетімділік рұқсат дегенді басып, командасын расширение настройка общего доступа, открыть общий доступ к этой папке, яғни осы буманы ашу жалаушасын қоямыз на бос яшыққа. Применить, окей дейміз. Болғаннан кейін жабамыз, закрыть етіп, енді біз сетке барып, админнің ішінен қарасақ, 5 сынып папкамызге жалпыға ортақ папка болды. Қарасақ, біздің 3 жобамыз ішінде дайын тұр. Бұл жобаны басқа админдер көруге болады. Құпия сөз желімен байланысу үшін немесе құпия сөзбен қорғалған ресурстарды, мәліметтерді, файлдарды оқу мақсатында енгізілетін құпия код, сондай-ақ бағдарламалар мен мәліметті рұқсатсыз пайдаланудан қорғау амалы. Құпия сөзбен шифрлау, яғни құжат үшін құпия сөзді орнату. Қарапайым парольдері бар құжатты ашу оңай, бірақ ол үшін парольдің сипаттамасы мен оның таңдаудың әдістерін және ережелерін білген жөн екен. Парольдің сипаттамасы 3-ке бөлінеді: күрделілігі, ұзындығы және белгісіздігі бойынша. Күрделілігі қарапайым күрделі болып бөлінеді, яғни қарапайым A, B, C, D, E, күрделілігі A, N, нөмір, хаштег 9, ұзындығы бойынша қысқа және ұзын болып есептеледі болады екен. Қысқа A, B, C, яғни күшке 3 әріптен ғана тұр латынның, ал ұзындығы бойынша A, B, C, D, E, F, G тек әріптерден ғана құралған. Ал белгісіздігі бойынша A, P, P, L, E, B, Y, G, Y, G, Y, H, F, F, R, V, 5. Яғни осы парольдің сипаттамасы осылай 3-ке бөлінеді екен. Енді балалар, парольдің күрделілігінің өзі 3 деңгейге бөлінеді екен. Сенімді емес, тек бір тіркелімдегі регистр әріптерден немесе тек сандардан ғана тұратын болса, бұл сенімді емес пароль екен. Ал сенімді парольдер 8 және одан да көп таңбадан тұратын тек бір тіркелімдегі әріптер мен сандардан құралған парольдер. Ал өте сенімді парольдер болса 8 және одан да көп таңбадан тұратын тіркелімдегі әртүрлі әріптерден, сандардан және арнайы таңбалардан құралған парольдер екен.
Сенімді пароль құрастырудың беріс ережесі бар екен. Бірінші, парольдің ұзындығы 8 таңбадан кем болмағаны дұрыс. Екінші, парольде бос орындар пайдаланбаңыз. Үшінші, латын әріптерден басқа әріптер қолданбаңыз. Төртінші, парольде бас әріптер, кіші әріптер және сандарды қолданыңыз. Бесінші, парольде арнайы таңбаларды бірге қолданыңыз. Ол үшін ирек сызық, леп белгісі, собачка, хаштег, пайыз, дәреже, амперсент, жұлдызша, жай жақша, нижний пробел, плюс, минус, тең, фигурная жақша, тік жақша, слэш, кері слэш, қос нүкте, тырнақша, нүктелі үтір, апостроф, артық не кем белгілері, сұрау белгісі, нүкте немесе үтір қолдануға болады екен. Енді біз құжатқа парольді жасап көрейік өзіміз. Microsoft Word 2007 бағдарламасын ашайық. Міне, мына жерде бізде қазір бос, ешқандай құжат ештеңе жазылмаған. Бірақ біз негізгі мақсатымыз құжатқа пароль қою. Ол үшін офис батырмасын басып, дайындау командасын басамыз және құжатты шифрлау командасын басамыз. Басқан кезде бізге құжатты шифрлау терезесі шықты. Осы жерге мен қазір өзім латын әрпіне көшіп, өзім ұмытпайтындай 4 әріпін қолдандым және 2 санды, 2 символды таңбаны қолдандым. Окей батырмасын бастым. Одан кейін осы құжатты парольді қайтадан мақұлда дейді. Қайтадан терген паролімді жазып сақтаймын. Окей деп. Енді экранды құжатымды сақтау үшін сохранить как 97-2003 таңдаймын документ. Жұмыс стөліне барып, док 1 деп сақтайын. Яғни құжатым сақталды. Енді сақталған құжатымды ашып көрейік. Ашқан кезде менен пароль сұрайды. Паролімді жазып терейін. Яғни құжатым ашылды. Біздің құжатымыз, пароль сақталған құжатымыз дайын болды. Балалар, олай болса экранға назар аударайық. Бүгінгі тақырыпты барлықтарымыз жақсы меңгердік деген ойдамын. Олай болса, берілген құпия сөздерді күрделілігіне қарай жүктеңіз. Бірінші, M, V, X, H, Y, R. Екінші, 8, 3, C, P, Z, тік жақша, B, F, A. Үшінші, 8, 9, 56, 1. Үшінші, 8, 9, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Төртінші, 2, хэштег, Y, 9, леп белгісі, A, P, P, D, 4. Бесінші, B, L, G, A, 9, 8, L, K, N. Осы 5 құпия сөзді күрделілігіне қарай жүктейік. Балалар, сіздер барлығын жүктеп біліп отырсыздар, я? Қане тексеріп көрейік. Бірінші, яғни тек қана латынның кіші әріптерінен құралған, яғни тек қана кіші әріптерден құралатын болса, бұл сенімді емес. Ал екінші құпия сөзде сандар латынның кіші не үлкен әріптерімен таңбалар құралғандықтан, бұл құпия сөзіміз өте сенімді. Үшінші, тек қана сандардан құралғандықтан құпия сөзіміз бұл сенімді емес. Төртінші құпия сөзіміз латынның әріптері үлкен немесе кіші әріптерімен сандар мен таңбалардан құралғандықтан өте сенімді. Бесінші, латынның әріптері мен сандардан құралғандықтан бұл сенімді құпия сөз болып есептеледі екен. Бәріміз осыны есте сақтағанымыз жөн. Балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.